Короче, сосын анау келе жатып бүйтіп айтады ғой. Көзіме маса кіріп кетті дейді. Я жетелдер, бұл бізде осындай анекдот. Ал жетелдер, енді осы жетелдің кезегі айтал. Ішіп алған тасбақа атқа барып, сен бар жақсатын депті. Я жетел, бұл енді күлкіні ұшты алды. Так, жетелдер. Жетел, енді сен кезегін, енді сен анекдот айт. Екі тақа бас төбелесе қалдында. Шашынан жылық жоқ депті. Хей, бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және достар, бүгін біз жетелдермен бірге ауыл сыртында отын жағып анекдот айтып отырмыз. Бізге қазір өте күлкілі болып отыр. Достар, біз жетелдермен осылай келісіп алған болатынбыз, что ауылдың сыртында осылай көңіл көтереміз деп. Біз әрқайсымыз кезек-кезекпен анекдот айтып отырмыз, және де бұл өте қызық. Ал жетелдер енді кімнің кезегі айтпақшы? Так, жетел, енді сенің кезегің ғой. Давай, анекдот айтып жер. Бір күні қоян болыпты, екінші күні өліп қапты. Жетел, так, сен де қатырасың. Так, жетелдер, стоп. Жетелдер, мұндағы жетел қайда? Жетел, сен қасындағы жетел қайда кеткен? Білмеймін, Батыржан, күте тұршы, мен күлкімді тиіп алайын. Күле бер, бірақ та мына жердегі жетел қайда? Білмейсіңдер ма? Жетелдер, андағы жетел жоқ. Жай дейіне кеткен шақ. Так, жетелдер, енді кімнің кезегі келді? Так, кімнің кезегі келді? Так, сен екеуін айттыңдар, вроде. Мен айтамын. Ал, айта бер. Арыстан тышқанның есімін сұрағаннан кейін. Білем тышқанынды, есімінді айтса енді депті. Жетел күлкілі. Стоп. Жетелдер ан жердегі жетелдер қайда екі жетел отқан? Так, достар, мұнда ерде бізде жаңа алдымда мен екі жетел отқан, және де оның екеуі де жоқ. Так, стоп, оның енді екеуі де еге кет қамағанша. Жетелдер ғана екеуі қайда? Білмейсіңдер ма? Біз қайдан білеміз оларды? Ну, жарайды. Так, жетелдер, енді сендердің кезегін жетел айта ғой анекдотыңды. Бір адам қолы жоқ адамға қатты заланған соншалықты, қолын тұсқасын деп айтыпты. Бұл да күлкілі болды. Стоп. Жетелдер, мұндағы жетел қайда? Білмейміз ғой ол қайда екенін, үйіне кеткен шығар. Үш жетелдің бұлай кетуі әрінен бір түрлі, жарайды. Так, жетел, енді сен кезегің ғой, айт приколыңды. Мені приколымнандай. Бауырсақ асы өліп қапты. Жетел, қандай прикол тауып аласыңдар сендер? Жарайды. Так, енді стоп, жетелдер, мұндағы жетел қайда? Білесіңдер ма, төртінші жетел жоғалып атқан. Ол қалай кет қалуы мүмкін? Уже сене білмейсіңдер ма, точно көрмедіңдер ма? Жоға, Батыржан, біз қалай көреміз, если біз күліп атсақ? Төртінші жетел үйіне кету бұл уже как-то бір түрлі. Жарайды. Жетелдер, енді мен кезегім ғой, прикол айтудан. Так, күте тұрыңдар, мен ойланып алайын. Қандай прикол айтсам болады? Ойланып алайық. Так. Есіме түсті. Так, жетелдер. Мұнда уже, мұна жетел қайда, жетел, сен қасында отқан жетел қайда кетті? Сендер көрмедіңдер ме тағы да? Мен қалай көремін, если жетелердің көзі күлгенде жабылып қалатын болса? Оның расы, енді жетелердің күлгенде көзі жұмылып қалатыны. Жетел, сен де қатырдың ау. Так, енді жетел, мұндағы жетел қайда? Жаңа ғана көз алдымызда жоғалып кетті, қалай ол? Батыржан, сен жота басын айналып атқан сияқты. Ол жаңа ғана бағана кет қалып еді ғой, қалай ол? Кет қалды, құмаш, мен оны көрген сияқты едім. Так, стоп. Қалай ол? Мен басым айналып атырман сонда. Жарайды, жетел, онда екеу. Стоп. Жетелдердің бәрі қайда кеткен? Так, достар, почему-то мұнда жетелдердің ешқайсы жоқ. Жаңа ғана мен қасымда, так, біреу, екеу,
бесеу, жеті жителі отқан, сон жетеуі де жоқ. Бұл қалай болған сонда? Так, достар, менде 7 жителдің 7-і де жоқ. Және де әрқайсы әртүрлі себептермен кет қалды. Но точнее, бәрі почти бір себеппен болды, достар. Бұл қалай ол? Мен соны түсінбей отырмын. Мен тем более басым айналып Сен кімсің? Мен барлық жетедегі ұрлап кеткен адам боламын. Иә, сендай ұрлайын, дені саздым, әрқайсымды өлтіретін боламын. Қалай сонда барлық жетелдерді ұрлап кеткен боламын? Стоп, сен сонда бізді не өлтірмексің бе не? Иә, қалай тиста болаусын? Стоп. Иә, сен мені өлтірмекші болдың ғой, иә? Өлтіре берсейсің бе, иә. Тоқта! Артына қара тоқа. Адамдар, полициялар, бұлар қайдан келген? Тоқтаңдар, қоныстыңдар. Давай, жүгір. Давай. Полициялар, жүгірмейсіңдер мені. Мынау кет қалды ғой, Жарайды, сені бәрі полициялар ұстап алады деген ойдамын. Ну, жарайды, кетіп қалсаң, кетіп қалдың. Так, полицияларға бару керек тез. Полиция мырзалар, сіздер мұнда қалай келдіңіздер, соны айтсаңыздар. Мен басым айналып, енді көзімді ашсам, сіздер оның артында тұрсыздар. Сіздер оны қалай тауып алдыңыздар, және сіздерді кім шақырды мұнда? Ол жындыханадан қашып кеткен псих болатын, және де ол қашып кеткен болатын. Оның мойнында наночип бар. Так, жақындап тұрып алмасам. Так, все. Жалғастыра берсеңіз. Және де ол наночипі арқылы біз сендерді тауып алдық. Точнее, сенің ауылыңды. Және жетелдерді үйлерінен шығардық. Әнеки көрсен. Және де алдын сыртындағы 7 жетелді ұрлап кетіпті. Соларды да қайтардық үйлеріне. Және ауыл сыртына қаншама полицияларды бөліп жібердік. Бұлар қазір психті ұстайды. Егер де бәрі сіздер айтқандай болса, онда сіздерге көп рахмет. Ал мен өзім неме барып жатып ұйықтайын, Ал достар, бүгін бізде бұндай оқиға болады деп ешкім ойламаған. Кенеттен біздің ауылда бір псих, маньяк па, біреу пайда болды. Және де барған сайын жетелдер бәсе азайып жатыр. Неге де ойласам, әлгі маньяк оларды ұрлап алған екен. Бірақ сонында олны бәрібір ұстап алды. Точнее ұстады деген ойдамын. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.